маған Хабибтің фанаттары ренжиді. Неге Хабиб жаман дейсің? Неге Хабибті хейт етесің, ұнатпайсың дейді да. Мен бірінші давайте бәрін былайынан басынан бастап мен түсіндірейін. В общем, Хабиб жақсы адам, жақсы жігіт, жақсы бизнесмен, жақсы тренер. Бірақ мынандай өте бір жаман қасиеті бар. Енді бұл өзінің командасы үшін істеп жатыр. Негізі бұл нәрсені, бірақтан да маған Тапурияның фанаты ретінде ол ұнамайды. Алдында Шафқаттың фанатымын ғой, енді Шафқат өзіміздің боец болғаннан кейін. Енді одан кейін Тапурияға мына давление көрсетіп жатыр да. Енді Шафқатқа ондай прям қатты давление көрсеткен жоқ, но все равно қай ветеран, қай легенда келіп нынешний чемпиондарды, UFC-да қазіргі данный чемпиондарды жамандап жатыр. Мысалға да қараңдар. Джон Джонс болсын, Даниэль Кормие болсын, Джордж Сен-Пьер, ана могучий мышонок бар, да любой. BJ Penn'нің өзі, осын салмағында кезіндегі легенда, ішіп шегіп қуып жүрген легендалардың өздері наркоман болып кеткен. Любой топ-20-тағы боецқа айтсан, сол туралы олар айтады, олар күшті боец, олар мықты боец деп ше, вообще. Бүйтіп жамандамайды. Қай интервьюін қарасаң да. Хабиб келеді да, бәлә 3 чемпионды ма, қанша 4 чемпионды ма ұйықтатып тастады ғой мынау. Оливейрам бар, Холлоуин бар, Волконовскийм бар. Вообще ұйықтатып келатқан боецті алады да, түкке тұрғысыз боец. Царукян оны сезбейді деп жаман қылып тастайды да. Енді өйтіп маған, например, ол жақпайды. Мен содан кейін аламын да. Енді маған ұнамайды ғой, дұрыс па? Не үшін олай айтады деймін мен. Неге олай айтады ол? Не үшін айту керек олай? Ол өз ойын айтты десем, онда давайте онда Андерсон Сильваға да айтайық. Андерсон Сильва неге айтпады Тапурия туралы? Ол андай, оның қаншама жерлесімен шығып жатыр, дұрыс па? Тапурия Оливейрадан бастап мысалға. Неге Андерсон Сильва айтпады? Вот Оливейра оны ұйықтатады, Оливейра айырады деп айтпады ғой. Вот, көрдіңдер ме ағайындар? Вот Хабиб давление көрсетіп жатыр да. Өйткені ертеңгі күні оның інісі келеді UFC-ға. Сол кезде сразу денежный бой маған қарсы ма, сондай бір пландар бар. А так Хабиб, мен уважать етем, Хабиб красавчик жігіт, по сути бәрін істеп жатыр. Но осындай мелкий майда ұсақ осындай әңгімелер үшін ұнатпаймын ше.